Сәлем достар, қазір біз басқаша балыққа барамыз. Бүгін тек спиннинг қолданатын боламыз. Сазан ауламаймыз бүгін. Бүгін жыртқыш балықты аулаймыз. Сонымен қазір тура даунтаундағы Детройт өзеніне бара жатыр. Сөйтіп барып көрейік. Шортан, тағы сон сияқты жыртқыш балықтарды ұстаймыз. Сонымен қазір Q-Line'нан түстім. Енді тура даунтаунның ар жағындағы Детройт Риверға бара жатырмын. Мынада спиннинг ғана. Бір катушка, бір спиннинг. Сонымен кетіп бара жатырмын. Сонымен балық аулайтын жеріме келдім. Осы жерден қазір хищниктерді көремін ғой. Шортан түсіп қалуы мүмкін. Мен сол өткенде көктем кезінде, көктем емес осы мамыр ма, сол кездері. Сол көктем екен ғой. Жаз енді басталып жатқан кезде. Осы бір жерлерден шортан ұстағам. 3 рет, 4 рет шортан ұстадым ғой. Мынау ар жағы Детройт өзені ғой. Сөйтіп мынау былай 4 бұрыш кесілген аймақ. Осы жерде шортандар көп жүреді. Бірақ қазір бұл жаққа спиннинг лақтыру қиын. Ортасына лақтырып, бері тартатын болсаң, ортасының бәрінен шөп өсіп кеткенде. Сөйтіп әрбір лақтырған сайын білесің аға шөптер ілініп сонымен. Ол кішкене не ыңғайсыз. Қазір енді ана жаққа барып қармағымды құрып, сөйтіп енді қазір көрем ғой. Шетінен сол кішкентай балықтарды ұстауға тырысып көремін, бірақ сол жерде шортандарды тура жағада жүреді, осындай кеш батып жатқан кезде. Соны енді көреміз. Қосылды. Алдында мынандай сатып алғам ғой, GoPro-ға 2 қосымша батарейка және оның зарядтаушысы. Сөйтіп осы 3 батарейкамен жүріп қазір GoPro-да соның батарейкасын ауыстырдым қазір. Сонымен тура мына бір жерге келдім. Қазір енді осы жерден қармағымды құрып хищниктерді аулауға тырысамын енді. Ештеңе деп айта алмаймын. Түседі, түспейді. Бұйырғаны. Мынандай штативқа бекітіп алайын қазір.
Сонымен камерамды құрып алдым. Енді қармақтарды қоямын. Спиннинг арналған шыбығымды $60 сатып алғам. Өте жақсы, біраз хищниктарды шығарды ғой. Судак, шортан, ірі балықтарды әдемі шығардым осымен. Оған арнайы катушканы Қазақстаннан алдырғам, VPN-ның. Негізі бұрынғы Steelman деген тура сол бренді, бірақ басқаша шығарған ғой. Tournament деген размері 3000. Қарайым, сіздер ме? Қарайым. Все, қармағымды құрып біттім. Енді қазір камерамды кеудеме бекітіп алайын. Сосын осы спиннингмен аулаймыз. Бірінші камераның обзоры бәрі дұрыс па екенін тексеріп алайын. Көрініп тұрған сияқты. Камера дайын сияқты. Енді кеттік ал. Мынандай заттарыңды қалдырып кетуге болмайды. Алдында өсіп қалдырғам. Бір 3 қара қыз өтіп бара жатыр. Бір затында іліп кетейін деп қалды ғой. Сосын құрсын деп ешқандай затымды қалдырмайтын болдым одан кейін. Тура менің көзімше ұрлап кетейін деді. Сонымен осымен қазір ұстауға тырысып берем. Мынау кішкентай джекхед қой, соған мынандай кішкентай силиконды қоясың. Ал, мына жерден көрейік ал. Не бірдеңе түседі екен. Бұл жақтан көбінесе рокбас деген балық түсу керек.
Что-то тыныш. Негізі түсетін балық алғашқы бір 2-3 рет лақтырғанда түседі ғой. Егер алғашында лақтырғанда түспесе, ол жерден жарты сағаттап тұрудың ешқандай мәні жоқ. Басқа жаққа қараймыз. Қазір мына сол жағынан көрейін. Қазір сол жерден көрейік. Мынандай жерден. Мына жақтың бәріне шөп кеп алған ғой. Оның бәрі шөп. Соған байланысты лақтыру кішкене ыңғайсыз болып тұр. Өткенде осы жерден бір кішкентай шортан ұстағым. Тыныш басқа жаққа кеттік анда. Осы бір жерге лақтырып көрейін қазір. Ешқандай поклевка болмады. Ана жерден көрейін қазір. Ешқандай балық көрінбейді. Кеттік онда бұны жағалап басқа жаққа бара береміз.
finish can install up here. Осы біреу жерлерді көремін қазір. Дым да жоқ. Бұл балықтың бәрі қайда кеткен? Осы жерлерде жақсы түсетін. Артынан да қуалап келіп отқан жоқ қой. Басқа жаққа кетті онда. Осы жерді көрейін. Мына жақтың бәріне шөп өсіп кеткен. Бір ай бұрын келгенде мынандай көп емес еді шөптер. Балық көрінбейді. Осы ашық тұрған жерлерді көрейін, шөп жоқ. Балықтың бәрі қайда кеткен? Дым көрінбейді. Әдетте өстіп қараған кезде жүретін еді.
Catch anything today? Nothing. Nothing. Just getting started. Yeah. Вот мына бір жерді көрейік. Балықтың бәрі қайда кеткен? Мына жерде блюгерлерде жүретін, ол да жоқ. Bir жыбырлаған балықты көрмедім ғой, судың бетінде жүрген. Қазір мына жақтарды көрейік. Рокбас деген балықтың өзі жоқ қой. Әдетте бұрындары саласың, аласың сондай еді осы жерлерде. Рокбас деген балық. Bir balık айналшықтап жүр, кішкентай балық екен. Балықтың бәрі қайда кеткен? Қазір осы жерден көрейін. اول ما يلمح يعني في ذبذبه يجي لك اشعاع انا اتذكر هذا احسن Ештеңе жоқ. Поклевка да болып жатқан жоқ. Осы жерден көрейін қазір. Осы жерден де бір шортан ұстағам. Балықтың бәрі қайда кеткен, шортан да көрінбейді. Ештеңе көрінбейді. Қиырға тесіліп қалған ғой мына. Ілініп қалып. Тым да жоқ. Балыққа барсаң бір күн бар, бір күн жоқ. Осындай ғой. Мәссаған. Мына жерде бір өте үлкен балық өліп жатыр ғой, сазан. Ананы көрдіңіздер ме? Үлкен сазан балық. Не деген үлкейген анау. Қазір осы бір ашық тұрған жерге лақтырып қоямын. Егер одан түспесе, бір соңғы бір жер бар, соған барам. Сосын қайтам.
Балықтың бәрі жоқ. Түсетін балық алғашқы 1-3 забростан ақ түседі да. Егер одан кейін түспесе, жүре берудің мәнісі жоқ. Бұл ең балық жақсы түсетін точкам еді мен. Спиннинг. Мүлдем сазан олайым деп, мүлдем спиннинг қолданбай кетіп едім. Сонымен балықтары да жоқ. Сонымен дымда да жоқ. Сонымен қазір енді қайтайын. Бұны жүре берудің ешқандай мәнісі жоқ. Ешқандай балық ұстамаған видеомды салайын YouTube'ға. Әрдайым балық ұстағанымда емес, осындай ұстай алмаған кездерімде де салып тұрайын. Сонымен ешқандай хищникқа жоқ. Басқа жақтарға да барғым келіп тұрған жоқ. Осы бір жерді көргім келген. Жақсы онда. Сау болыңыздар. Жолдың ар жағында бір жігіт балық ұстапты. Қандай балық ұстады екен? Мәс. Үлкен балық сияқты ғой. Қармағын майыстырғанда сұмдық майыстыр. Қазір көрінбей тұрмын да. Астына кіріп кетті, қазір шығарып отқанда түсіріп аламын. Right, Tyler, tell him.